Бүгін 24 қаңтар 2026 жыл Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, мынау Торайғыр көшесі. Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев және жеңіл өнеркәсіп құрылыс министрі Нағасбаевтың назарына және Қызылорда облысы әкімі Нұрлыбек Нәлібаев, қала әкімі Нұржан Ахаттың назарына. Мынау енді 24 қаңтар қыстың күні мына Торайғыр көшесінің бойына мынау бордюр салып жатыр. Осы жұмыс құрылыс заңына немесе құрылыс заңдарының өзі бекітілген нормативтік актілер бар. Соған мынау істеліп жатқан жұмыстар сол актілерге сай келемеген. Оны істеп жатқан Бақдәулет дейді. Мына құрметті президент Нағасбаев мырза министр, мына қыстың күні бордюр салған осы құрылыс заңына немесе құрылыстың бекітілген өзі нормативтік актілеріне сай келе ме? Егер де сай келмесе, мынаны қалай бұлай істеткен? Неге бұған штраф салмайды? Неге бұны тоқтатпайды? Мына құзырлы мекемелер. Бұл Қызылорда облысында бұл кейде бұдан ертерек бір уақыттарда қыстың күні қардың үстіне асфальтта төсеп жіберген уақыттар болған. Мынандай заңсыздықты қалай бұл басшылар жібереді? Бұл 2026 жылы уже жұмыстың басталып кеткені ме? Әлде 2025 жылдан қалып қойған астатық па? Астатық болса ертең көктемде неге бастамайды? Негізі құрылыс жолдары октябрь, ноябрьде қар жауады, жауын болады, аяз түседі деген сияқты. Сол кезде негізі жол құрылыс жұмыстары нормативке байланысты, заңға байланысты тоқтатылу керек. Мынандай бейбастақтыққа кім жауапты? Бұл бейбастақты қашанғы жалғаса береді? Бюджеттің ақшаларын желге шашу ма? Ертең мынаның сапасы көктемде қандай болып шығады? Егер сапасы жаман болып шығатын болса, халықтың қаржысы, бюджеттің ақшасы желге ұшты деген сөз. Ол ақшаны кім қалпына келтіреді? Ол ақшаны ешкім қалпына келтірмейді. Өйткені заңменен мынау құрылысы сапасыз істелгендер жазаланбайды. Әкесінің қалтасындағы ақшаны жұмсаған адам сияқты қалтаңдап жүре береді. Тәртіп болмаған жерде жемқорлық пенен әділетсіздік еш уақытта тоқтамайды.